Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі бастайын деп отырған тақырыбымыздың сабағы айнымалы тоқ тізбегіндегі сыйымдылық және индуктивті кедергі. Болмаса, айнымалы тоқ тізбегіндегі сыйымдылық немесе индуктивтілік деп айтуымызға болады. Енді бұны қарастырған кезде біз бірінші айнымалы тоқ тізбегіндегі сыйымдылық кедергіні қарастыратын боламыз қазір осы сабағымызда. Сосын ары қарай индуктивтілік кедергіні жалғастырамыз. Енді қандай да бір тоқтың тізбегін тұрақты кернеуге жалғайтын болсақ, яғни ол тізбектің құрамында конденсатор болатын болсын. Яғни осы конденсаторға жалғанған тізбекті тұрақты кернеуге жалғайтын болсақ, бұл тізбекте тоқ жүрмейді. Себебі конденсатор ортасында электрикпен толтырылғаннан кейін жүйе тұйықталған болып есептелмейді. Сол үшін тоқ жүрмей қалады. Ал егер де конденсатор бар тізбекті айнымалы кернеуге жалғайтын болсақ, онда бұл жерде тоқ өтеді. Себебі бұл жерде конденсатор қайта-қайта үнемі зарядталып отырады. Соның әсерінен тізбек тұйықталып тоқ өткен болып есептелінеді. Енді алдыңғы сабақтарда қарастырдық. Айнымалы тоқ тізбегінің кернеудің формуласын жазып жүрдік мысалы. У тең У максимум синус омега т деп жазып қарастыруымызға болады. Және сонымен қатар айнымалы тоқ тізбегіндегі айнымалы тоқ үшін теңдеулерді қарастырамыз. Айды жазуымызға болады. Жоқ, айдың қазірше керегі жоқ. Сонымен қатар біз бұрыннан білеміз конденсатордың сыйымдылығы, яғни болмаса конденсатордағы кернеу. Конденсатордағы кернеу Q бөлінген С. Яғни конденсатордың астарларындағы зарядтардың конденсатор сыйымдылығына қатынасы ол бізге кернеуді береді. Осы екі теңдеуді пайдалана отырып, біз мына жерден зарядтың қосымша формуласын келтіріп шығарамыз. Яғни екі теңдеуді теңестіреміз. Сол кезде бізде заряд болады Q тең СУМ синус альфа болып табылады. Синус альфа болмаса синус омега т деп жаза аламыз. Осы теңдеу жазамыз. Енді сіздер өздеріңіз білесіздер, тоқ дегеніміздің өзі ол зарядтың уақыт бойынша бірінші туындысы. Яғни біздегі айнымалы тоқ болғаннан кейін I тең Q штрих осыны жазамыз. Яғни біз мына берілген теңдеуден уақыт бойынша бірінші рет туындыны аламыз. Сол кезде біздің туындымыз СУМ омега шығады. Туындалған кезде сонымен қатар косинус омега т. Осы түрге өзгереді теңдеуіміз. Енді біз бұны сәл реттеу жүргізетін болатын болсақ, яғни тригонометриялық түрлендіру жасайтын болсақ, УМ С омега С. Так, синус жақшаныс ішінде омега т қосылған пи бөлінген 2. Бұл біздің жасаған тригонометриялық түрлендіруіміз болып табылады. Енді көріп отырғандарыңыздай, міне бастапқы теңдеу. Конденсатордың астарындағы зарядтың теңдеуі мына болып табылған. Енді қазіргі біздің айнымалы тоқтың келтіріліп шығарған формуласында өзгешелік пи бөлінген 2 қосымша мүшесі бар. Яғни бұл деген сөз конденсатор жалғанған тізбектегі тоқтың тербелісі, айнымалы тоқтың тербелісі зарядтың тербелісіне неше фаза бойынша пи бөлінген 2-ге озат дегенді білдіреді. Бұны графикалық түрде өздеріңіз өрнектеп жазсаңыздар болады. Біз алдыңғы сабақта график сызуды қарастырған болатынбыз. Енді біздің мына жазып тұрған теңдеуімізден қазір міне тоқ күшіне қатысты теңдеуді жаздық. Тоқ күшінің басы міне, соған қатысты жазған теңдеуіміз міне соңғы жағы. Енді қазір қараңыздар. Осы теңдеуге қарап отырып, біз тоқ күшінің шамасын максимум мән жаза аламыз. IM так UM омега болады. Міне бұл біздің тоқ күшінің максимум шамасы деп айта аламыз. Енді осы түрінде өрнекке қарап отырып сәл түрлендіру жасайтын болсақ, яғни біз айнымалы енгізетін болсақ, біз мынандай айнымалы енгізуімізге болады. Так, 1 бөлінген омега S тең, так, бізде болады ол XS. Осындай түрлендіру, яғни айнымалы енгізіп алдық біз. Енді осыны алып барып, мына теңдеуге орнына қоятын болсақ, осы екеуінен келіп шығады, бізде мынандай формула келіп шығады. I максимум тең болады.
у максимум бөлінген так 2 с деп жазыламыз. Енді қазір қараңыздар. Мына соңғы өрнек бойынша сіздер бұрынғы өткен сыныптардағы білімдеріңізді қайталаңыздар. Яғни кернеу ток күші. Кернеуді қандай шамаға бөлген кезде ток күші шығатын еді. Яғни бұрынғы білімдеріңіз 8-10 сыныптағы білімдеріңіз бойынша тізбек бөлігі үшін Ом заңы деген бар. Тізбек бөлігі үшін Ом заңы. Яғни тізбектің қандай да бір бөлігіне түсірілетін кернеу сол бөліктегі кедергі қатынасы бізде нені береді деген сөз ток күшін береді. Яғни онда біз бұрынғы өздеріңіз білетін Ом заңының формуласы бойынша R-дің орнында қазір не тұр? XS тұр. Яғни осыны бізде уже кедергінің рөлін атқарып тұр деген сөз. Осы шаманы XS-ті осы шаманы біз не деп айтамыз? Сыйымдылық кедергі деп айтамыз. Яғни айнымалы ток тізбегіндегі сыйымдылық кедергі деген формуланы қорытып шығарып алдық деп айтуымызға болады. Бұл біздің қарастырып отырған айнымалы ток тізбегіндегі сыйымдылық кедергіміз болып табылады. Енді мен қазір мына тақтаны кішкене пайдалануға тырысайын. Яғни екінші бөлімшесі индуктивтілік кедергі. Индуктивтілік кедергі болатын болса, онда біз мына қарапайым тізбегімізді мына жерге кішкентай қысайық. Яғни біздің қарапайым тізбектің орнында не болу керек? Катушка жалғану керек. Индуктивтілігі L, катушка жалғанады. Айнымалы кернеу, яғни айнымалы ток тізбегі болып табылады. Енді осыған қысқаша талдау жасап өтеміз. Енді біз активті кедергі деп айтамыз. Естеріңізде осы алдыңғы сағаттарда айтқанбыз. Активті кедергі осы тізбек үшін активті кедергіні 0 деп қарастыруымызға болады. Ертең 0 дейтін болсақ, яғни мынау идеал тізбек болып табылады. Осыған қатысты тізбектегі ток күшіне талдау жасап көреміз. Тізбектегі ток күші қалай орындалады, қалай пайда болады. Енді сіздер білесіздер, осы тізбекті 10 сыныптарда қарастырғанбыз өздік индукция құбылысы деп. Сол білімдеріңізді естеріңізге түсіресіздер, сол арқылы осыған талдау жасайтын боламыз. Енді тізбекке айнымалы кернеу берілген кезде катушканың бойында жаңағын айтып өттік, өздік индукция құбылысы, яғни өздік индукциялық электр қозғаушы күші пайда болады, EQK пайда болады мына жерде. Өздік оны біз кішкентай ERP-мен белгілейік. Оны сіздер білесіздер, ол сырттан әсер етіп жатқан, яғни күшке сырттан әсер еткен өріске кернеуге қарама-қарсы жұмыс жасайды. Яғни бізге мына жерде сыртта қандай да бір кернеу түсіп тұр дейтін болсақ, онда осы жерде электр қозғаушы күшінің шамасы былай жазып қояйын, айнымалы. Яғни екеуінің бағыттары қарама-қарсы болып табылады. Болмаса біз жаңа айттық, бұны былай да қорытып шығаруға болады, яғни Ом заңы әсерінен. Мысалы, IR тең міне. Яғни электр мынау тізбек, тол тізбек үшін Ом заңының бір түрлендіріп берілген формуласы ретінде қарастырсаңыздар болады. Мына жерде жаңағы кернеу, жаңағы электр қозғаушы күш, және ол жаңағы бөлікке түсетін электр қозғаушы күш деп айтуымызға болады. Енді қазір қараңыздар, біз басында беріп қойдық, мына жердегі кедергі 0-ге тең болады дедік. Ондай болатын болса, сәйкесінше теңдігінің мына жағы, теңдіктің сол жағы 0-ге тең болады. 0-ге тең болады. I қосылған O. Осыдан келіп шығып тұр міне бізде. Бағыттардың қарама-қарсы екен. Бұлай да келтіріп шығасыз, болмаса сол 10 сыныптағы өткен тақырыптарыңызды қайталасаңыздар болады. Осыған келтіріп алдық. Енді біз мына жерден келтіріп шыққаннан кейін енді ары қарай біз жазалатын боламыз. Бізде кернеу O деп мына жерге I-дің мен формуласын жазып қойып, мына жерде нүкте өтір бар, екеуі бір жалғасып жатқан жоқ. Айырмашылық арасында кернеу минус L I' уақыт бойынша бірінші туындысы. Енді мына теңдеуді жарғастыратын болсақ, L омега I максимум косинус омега Т болады. Так, міне электр қозғаушы күшін, яғни тізбекте өздік индукциялық электр қозғаушы күшінің формуласын жазып қойдық. Енді осыны екеуі бір-біріне тең болғандықтан, бағыттар қарама-қарсы болғандықтан біз кернеуді былай жаза аламыз. Біз кернеуді формуласын жаза аламыз. Ана жердегі минус таңбасын алып тастай аламыз. L омега I максимум
косинус омега т болады. Осы формуланы жаза аламыз. Енді біз бұны басында жазып қойдық, оны синус деп. Тізбектегі айнымалы кернеудің формуласын бастап осыған келтіретін болсақ, біз жаза аламыз. L омега болады. Ай максимум синус жақшаның ішінде омега т қосылған пи бөлінген 2. Яғни тағда фаза бойынша 90 градустық ауытқу пайда болады бұл жерде. Осыған назар аударасыздар. Енді біз қазір кернеудің формуласын жазып жатқаннан кейін, енді біз мына жерден кернеудің максимум мән, яғни біз мынаны алып шыға аламыз. Яғни U максимум болады айдың керек емес. Так, L омега болады. L омега. Так, IM болады. Яғни мына жердегіні біз өзін бөлек алып шығып жаздық. U максимум мәнін жазып жатырмыз. Енді осыдан қарастыратын болсақ, біз нені келтіріп шығарамыз? Так. I максимум тең болады. U максимум бөлінген. Так. L омега болады. Енді тағы да мына соңғы жазған теңдеуіміз, яғни өрнегіміз, сіздер бұрыннан білетін тізбек бөлігішін Ом заңының формуласына ұқсайды. Яғни мына жерде кедергінің орнында біз білетін кедергінің, яғни активті кедергінің орнында LM тұр. Осыны біз жазамыз XL деп белгілейміз. Ол бізде болады L омега. Яғни бұл айнымалы тоқ тізбегіндегі индуктивті кедергі деп аталады. Осы екі шама бүгінгі айтайын деп отырған тақырыбымыз. Назарларыңызға рахмет. Сабағымыз аяқталды.